Бүгін қандай тамаша ерекше күн. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, сендер білесіңдер ме? Менің қолымда не бар? Көбелек. Дұрыс айтасыңдар. Менің қолымда көбелек бар. Мінекей. Балалар, мен көбелекті кішкене үрлеп ұшырдым. Олай болса тыныс алу жаттығу арқылы біз көбелекпен кішкене тыныс алу жаттығуын жасап алайық. Ол үшін олай жасаймыз. Мұрынмен терең дем алып, ауызбен демді шығарамыз. Олай болса бәріміз тыныс алу жаттығуын жасайық. Жарайсыңдар. Балалар, сендер білесіңдер ме, көбелек неге жатады? Кәндікке. Дұрыс айтасыңдар. Көбелек туралы біз тағы не білеміз? Келе ғой, кәнке, білетінімізді айтайық. Көбелек туралы не білеміз? Көбелек жұлдыз құртқа өседі. Дұрыс. Кейін қуша қайнады. Ал соңында түрлі түсті көбелек қайнады. Тамаша, дұрыс айтасың. Көбелек туралы тағы не білеміз? София, келе ғой. Көбелек 3 бөліктен тұрады. Бас, кеуде, құрсақ және оның 6 аяқтары бар. Тамаша. Мінекей, балалар, көбелектердің қанаттарын ұстауға болмайды. Егер де көбелектің қанатын ұстасақ, көзге көрінбейтін майда түкшелері зақымданып, көбелек ұшпай қалады. Соны біз қазір зерттеу арқылы сендермен бірге зерттейміз. Ол үшін бізге ұн қажет болады және қара түсті полиэтилен пакеті қажет болады. Мінекей, балалар, сендердің алдарыңда көбелек пішіні қара түсті пакеттен қиылған және ұнды үстіне сеуіп көреміз. Мінекей, жасай ғой. Біздің көзімізге көрінбейтін майда түкшелердің қалай зақымданып қалатынын қазір осы арқылы біз көреміз. Бұны себуге немесе ұнға аунатуға болады. Ал енді пакеттің екі ұшынан ұстап, көбелек. Осы ұн қалай сыдырылып түскендей, біздің көбелектің түктері де көреміз. София, көре беріңдер. Көбелектің қанатының түктері. Жаңа тәжірибе арқылы көрдіңдер. Оның қалай пакеттен сырғып түскен сияқты біз ұстасақ, осы түктері жойылып қалады екен де, көбелегіміз ұшпай қалады екен. Сондықтан да көбелекті қолмен ұстауға болмайды екен. Көрдіңдер ме түкшелерін? Балалар, осы көбелектің қандай пайдасы бар? Гүлдің көбеюіне әсер етеді. Дұрыс айтасыңдар, тозаңдатады және гүлдің көбеюіне әсер етеді екен. Ақ қанатты көбелек, көк қанатты көбелек, қызыл қанат көбелек бақсамызға қона кет. Тамаша. Олай болса біз көбелектің пайдасы туралы зерттеу арқылы тағы да екінші қырын білдік.